Құрметті қазақстандықтар, соңғы күндері әлеуметтік желілерде аутизмге қатысты түрлі ақпараттар белсенді таралуда. Әсіресе аутизмді толық емдеп жібердік, псевдоаутизмнен жазылды деген мазмұндағы жарияланымдар қоғамда үлкен талқылау туғызды. Осыған байланысты Денсаулық сақтау министрлігінің ресми ұстанымын түсіндіргім келеді. Ең алдымен аутизм бұл ойдан шығарылған диагноз емес. Аутизм спектрінің бұзылыстары халықаралық медициналық классификацияларда танылған нейродаму жағдайларының тобына жатады. Диагноз тек кәсіби мамандардың кешенді тексеруінен кейін қойылады. Бүгінде әлемдік медицинада аутизмді қысқа мерзімде толық емдеп жібереді деген ғылыми дәлелденген әдіс жоқ. Дұрыс қолдау баланың коммуникациясын, дағдыларын және өмір сапасын жақсарта алады. Бірақ бұл аутизмді толық емдеу дегенді білдірмейді. Оны ашық әрі нақты айтуымыз керек. Себебі ата-ананың үмітімен ойнауға, дәлелденбеген ақпарат арқылы қоғамды адастыруға болмайды. Өкінішке қарай әлеуметтік желілерде эмоцияға құрылған ғылыми негізі жоқ кеңестер өте көп. Кей жағдайда коммерциялық мақсаттағы ұсыныстар да кездеседі. Сондықтан әрбір ата-ана ақпаратты тексеріп қабылдауы қажет. Тағы бір маңызды мәселе аутизм туралы қоғамда қалыптасқан қате пікірлер. Мысалы, вакцина аутизм тудырады деген ақпарат ғылыми түрде бірнеше рет жоққа шығарылған. Аутизм ата-ананың тәрбиесінен немесе мейірімнің аздығынан болмайды. Ол жұқпалы ауру емес. Ал гаджеттер аутизмді тудырмайды. Бірақ шамадан тыс экран уақыты кейбір балаларда сөйлеу мен мінез құлыққа уақытша әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ соңғы кезде айтылып жүрген псевдоаутизм терминіне тоқталғым келеді. Бұл халықаралық медицинада ресми диагноз ретінде қолданылмайды. Кейбір жағдайлар аутизмге ұқсас көрінуі мүмкін, бірақ нақты қорытындыны тек қана кешенді бағалаудан кейін маман ғана береді. Біздің басты міндетіміз ата-ананы қорқыту емес, қолдау көрсету, ерте диагностика, түзету бағдарламалары, педагогикалық және психологиялық көмек баланың әлеуетін дамытуда өте маңызды. Сондықтан біз барлық азаматтарды дәлелді медицинаға сенуге, арнайы сертификаты бар мамандарға жүгінуге және тексерілмеген ақпарат таратпауға шақырамыз. Баланың денсаулығы сенсация жасайтын тақырып емес, бұл үлкен жауапкершілік.